Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай пирог жасайтын боламыз. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыздар. Олай болса бастайық. Ең алдымен жұмыртқаны аламыз, оның үстіне қантты салып, жақсылап миксерлейміз. Барлығы қант еріп, көпіршік болғанша миксерлейміз. Бөлек ыдысқа айранды құямыз, оның үстіне бір ас қасық сода салып жақсылап араластырамыз көпіршік болғанша. Және оны дайындап жатқан салманың үстіне құямыз және май құйып жақсылап араластырамыз. Құрғақ заттарымыз оның үстіне қопсытқышты салып жақсылап араластырамыз және аз-аздан дайындап жатқан салманың үстіне салып миксерлейміз. Бізде осындай болып шықты және екі ыдыс алып, дайын болған салманы екіге бірдей етіп бөліп аламыз. Біреуіне 2 ас қасық какао салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне енді пісіреміз, ортасына стаканды қоямыз және екі салманы екі шетіне құйып пісіреміз. 180 градуста стакан сынып кетпейді, қорықпаңыздар. Және қалауларыңыз бойынша үстіне жидектерді салсаңыздар болады. Мінекей біздің жасаған пирогымыз дайын болды, өте дәмді және жасалу жолы өте оңай. Сіздер де мен ұсынған рецепт бойынша жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.